сүйектілермен шатасып нем бар еді? Тең-теңімен, тезек қабымен, хаттыларға ерендеп, шамымнан айырылатын болдым. Бірде азап, бірде маза. Насымпайы не істеп жүр мұнда? Қайлы түн! Азмысыз? Не істеп жатырсыз? Теңейміз. Не болды? Сіз жармаңыз, ешкімге демінің өсін үйден шыққаным туралы айтпаңыз. Неге? Мәселе мұнда. Мен қазір ғана өсі үйдегі мадамға ұнатып қалған бір мырзаның бүрігімен сәлемін жеткіздім. Мені бірақ, бір құлақ. Естемеу керек, түсінемісіз? Түсінем. Қиян айтам, мына мадамның ол қызғыншақ болғанда нағыз қызыл кез еді. Бұл істі құлағы шалса болды, не өлтіреді, не өледіміз, түсіндіңіз бе? Түсінем. Мені кешші деймісіз? Айтпақшы сізді жіберген мырзаның аты кім? Біздің селенеден өзі Викол. Аты қызы көзінің қалай еді? Кликлеттанды. Ол қызғыншақ болғанда нағыз ол мадамға ғашық екендігін және кездескісі келетісін жеткізгенін үшін ғана маған бақандай үштәлді берді. Иә, сәлем жеткіздіңіз бе? Иә? Ал мадам оған не деп жауап берді? Мадам? Не деді Құдай-ау? Мырзаның махаббатына әзіліп білдерді. Бұрақ өзгерді. Құдай сақтансан сақтайды. Онаша жүргізудің амалы топқанды жөн дейді. Сұмпая. Ал енді амандықта болыңыз. Ең бастысы жақашып, жармау. Жарай. Ал мен бұл ішке еш қатышым жоқ. Мен қу беремін. Мен ешкемде байқамайды. Өміңіз өшіп тұр ғой, қадірменді күйеу бала. Не болып қалды? Өшпегенде қандай? Құдайым, әдепсіздігіңіз сонша менімен тіпті амандаспайсыз. Дәрежесі жоғары қауым арасында екеніңізді түсінемісіз? Құрмет көрсетуді қашан үйренесіз? Ол әрине жақсы ғой, балаларым ақ сүйек болса, бірақ бәрін ретке салмасам, өзім шығады. Нақтырақ айтыңыз, күйеу бала. Менің білуімше сіздің қызыңыз мәдениеттіктен безді. Ол арын сақтамай жүр. Жете, қалай ғана осыны айтуға дәтіңіз барды. Менің қызым әдептілігі сонша, оның тегі дәл әбрөдөтірі 300 жылда бірде бір әйел жаман сөз айтылмаған. Мұна арымен ант етейін. Де Сатенвиль тегінде ешқашан азғын әйел болмаған. Солай ма? Ал сіздің қызыңыз айтарлықтай пәк емес. Нақтырақ айтыңыз, күйеу бала. Біз оны жақтамаймыз. Мұна ата-анасы ретінде бір жөнге саламыз. Біз қызымызды қатал тәртіпте өсірдік. Мен білуімше, ол мына арада бір мырза оған ғашықтығы туралы айтып жүр. Ал ол оны сүйсініп тыңдап жүр. Тәңірім, егер ол анасының арнамасын бұлғаса, мен оны өз қолымен бұндырам. Біз анығына жетеміз. Мені танымысыз, судар? Кешіріңіз, судар, танымадым. Барон де Сатенвиль. Қуанышты ма? Менің әкем, барон Жан-Жил де Сатенвиль. Монтобланда Судар, менің қуанышында шек жоқ. Жарайды. Мұна бір сауалға жауап керек. Менің білуімше, сіз менің қызым артынан шам алып түскен боларсыз. Кім, мен ба? Иә, сіз. Мұна ойынға салмай, анығына жетейік. Судар, мұны жала, әлгі суайтыңыз кім? Атаңы сатың, көңілдегінен бондырам. Мұна сөз кезегі сіздікі. Сіздікі. Жалаңызға дәлел керек. Дәлел? Шындыққа не дәлел керек? Судар, оны айтқан күйеу балаңыз ба? Иә, өзі. Бағаға жауап деген өзі. Бағы бар екен. Сізге туыс болмағанда өзі тартқаныңсы кене, өзі түріп көрер. Қызған шақтарым, ай. Күмән тұман ашылсын деп қызымды әдей шақырттым. Сударыня, менің өліп үшті деп күйіңіздің қолтығына су көрекенсіз бе? Су көреген күйеуме қолтығына сіз бе?
Оның бірі. Не өлесіз, не өшесіз? Көрініші. Оу, сударыня, мәселен байымына бармай тұрып басын баңыз. Сізге менің көңілім ауды деп кім айтты? Естіген құлақта жазық жоқ. Онда жазық ауызда. Мен сізбен алғаш рет жолыққалы ғашық болдым деп айттым ба? Айтып көріңіз, сізбен құрметтен қарсалады. Айтпағым, сізге менен еш шайым жоқ. Қанеке, оны естідіңіз бе? Шөліңіз қанған шығар, күйеу бала, бірдеңе дейіңіз? Деймін, дегенде былай деймін. Сіздің қызыңыз менің зайыбым Анжелика. Мына мырзаның жалшысымен міне ғана кездесті. Не дейді? Мен 5 жыл ішмен жолыққан? Мен жіберген жалшымен? Ерімнің езіп жеткізгенінде маңдайымнан жел есер еді. Жетті. Мен кеттім. Мұндай жаға сіз тең емессіз. Мұна әрекетіңіздің баршамын өзіңізге қарсы қараттыңыз, күйеу бала. Мен жынданып кеткесе болғаны. Судар, маған жалған жабылғанын көрдіңіз ғой? Намыс қорғаудың жолы белгілі. Ол кім сізден? Дұрыс айтасыз. Мен жалған жала жапқан жоқпын. Мен өз пікірімде қаламын. Ол маңызды емес, айтылды. Мына кісіден кешірім сұраңыз. Мен кешірім сұрауым керек пе? Иә, тәжекелеске уақыт жоқ. Жаным Менің аузымнан не шығады, соны қайталаңыз бұған. Судар, сізден кешірім сұрауға мәжбүрмін. Қайталаңыз. Судар, сізден кешірім сұрауға мәжбүрмін. Сізге қосшы қызметші екендігіне кәміл сеніңіз. Айт. Сізге қосшы қызметші екендігіме кәміл сеніңіз. Ал мен сіздің қожайыңыз ретінде кек сақтамауға шын жүректе әуде берем. Серілік үшін рахмет сізге. Бір реті дегенде қойын алып көрейік. Әміңізге қолды. Көрдіңіз ғой, қадірменді, күйеу бала. Қиын шаруаларды осылай шеше білу керек. Біздің жанұямыздың мүшесі болғанда, сізге ешкім қол сөз айта алмайды. Қош болыңыз. Барар жерім қалмады. Егер біреу мен сияқты жексұрын әйелге тап болса, барар жолы бір, мойнына тас байлап, су түбіне кету.